Кім қиянатты кешірсе, екінші қиянатқа дайын тұрсын. Әйелмен бірге сүрген өмір жақсы болуы керек. Жаман өмір сүру бір өзімнің де қолымнан келеді. Саған әрқандай шарттарды қоятын, өзін көрсетуге, сәнденіп боянуға бейім болған, өзгелердің өміріне қызыға қарап, өзінікімен салыстыра беретін әйелден абай бол. Өйткені ол сенің болашақтағы кедейлігің, яғни бұндай надан әйел әрқандай талаптарымен сені пақырлыққа душар етеді. Әйелдің адал берілген садықтығы күйеуінің ештеңесі жоқ кезде сыналады. Еркектің садықтығы оның барлық нәрсесі бар кезде сыналады. Жігіт 4 нәрседе қыз баладан басым тұруы керек: ақылда, бойда, тегінде және байлықта. Қыз балада 4 нәрседе жігіттен басым тұруы керек: сұлулықта, тақуалықта, ар-ұятта және пайым-парасатта. Әйелдің айтқанына құлақ сал және керісіншесін жаса. Әйелдерге бойсұнбаңдар. Егер оларға қарсылық көрсетіп тұрмасаңдар, үйден береке кетеді. Әйелмен тайталасудың 2 түрлі әдісі бар, бірақ екеуі де нәтижесіз. Әрбір әйел қаншалықты күшті болғанына қарамастан, өзінен де күштірек еркекке бойсынуды қалайды. Ұл баланы тоқшылық бұзады, ал қыз баланы жоқшылық. Гүлге керегінен артық су құйсаң, шірей бастайтыны сияқты, бір әйелді керегінен артық қадірлесең, ол да дандайсып құтырына бастайды. Еркек қуатты болуы керек, өйткені әйел қиын кезеңде беріле салатын емес, қайта күшті, ержүрек және сынбайтындарды таңдайды. Қызғаныш деген арзан емес, ол қымбат нәрсе. Егер кім сізді қызғанып жатса, демек ол үшін қадірлісіз. Әйелі бар еркекті жолынан азғыра аларсыз. Көңілдесі бар еркекті жолынан азғыра аларсыз. Бірақ сүйікті әйелі бар еркекті жолынан азғыра алмайсыз. Таудың төбесіндегі үлкен тастарды көшіру, міндетсінуді есту жүгінен жеңілірек. Ер адам әйелінің жанында бейне бір жас баладай болуы керек, бірақ әйелі оған мұқтаж болған сәтте еркек болуы керек. Мен әйелді өзім үшін іздеп жатқан жоқпын. Мен болашақ перзенттерім үшін ана іздеп жатырмын. Өз жанұясын ұмытқан еркек шынайы еркек емес. Әйелді ұзақтан, бақшаны жақыннан таңда. Кейде кішіпейілдік деген қорқақтықтың белгісі саналады. Орайы келгенде ашуды да көрсету керек. Әйел адам теріс магнит іспетті. Жақындасаң алыстайды, алыстасаң жақындайды. Әйелге сенбе және оған сырыңды ашпа. Әрқандай байланыстар үзілуі мүмкін, тек отбасылық байланыстар ешқашан үзілмейді. Егер әйел төсегінде күйеуіне міндетсініп ақы сұрайтын болса, оның жезөкшеден айырмашылығы жоқ.